Ассаламу алейкум. Бүгін сіздерді жылы бір мәнзілге Қоңырат районындағы үлгілі шаңырақтардан бірі болған Боранова шаңырағына алып бармақшымын. Бұл жерде тек қана шаңырақ емес, хақиқи жәмәт, хақиқи ауызбіршілік бар. Ал олар қалай жасайды, қалай бір-бірін қолдап қуатлайды? Қазір бір елікте тамашалаймыз. Кадрлардан ұзақласпан. Мен Боранов Құрал 1960 жылы Қоңырат районында туылдым. 1976 жылы Қоңыраттағы Александр Сергеевич Пушкин атындағы орта мектепті бітіріп, 2 жыл таяқтан кейін Ташкент автомобиль жолдары институтының жол құрылыс факультетіне оқуға түстім. 1982 жылы оқып жүрген студенттік уақытымда Самарқандлы Ачилова Наватпенен тұрмыс құрдық. 1983 жылы бірінші президентім Гүлнара қызым туылды. Одан соң Руслан, одан соң Феруза, одан соң Фазлыдан туылды. 4 перзентіміз бар, Құдайға шүкір. 4-інің қолдан келгенше өздерінің минетлеріменен жоғары оқу орындарына жайласуына жәрдем бердік. Руслан балам Қоңыраттың қызына үйленді, 2 ақылғымыз бар, Құдайға шүкір. Гүлнара қызым Жазақ облысына тұрмысқа шықты. Феруза қызым болса Ферғана облысына тұрмысқа шықты. Одан соңғы балам, ең кішкентай балам Фазлыдан олам Самарқандта оқып, туризм тарауы бойынша оқып бітірді. Қазіргі уақытта жұмыс істеп тұрыпты. Міне Қарақалпақстан, Самарқанд, Фарғана, Жазақ деп айтып жатырмыз. Олармен құдамыз, өзім Самарқандта үйлендім. Бұл елдеріміз арасындағы татулыққа көз тимесін, барды келді, бұдан зор бола берсін.